Болашағы жарқын, білімге құштар, құрметті құштар. Қазақ тілі, қазақ халқының ана тілі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақтың жалында ақыны Мағжан Жұмабаев, ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың тарихы, сыры, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрінеді деген. Қазақ халқының тарихы, тұрмыс тіршілігімен жақындан сол мақсатта біз өзге ұлт өкілдері қазақ тілін мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап меңгереміз. Қазақ тілін жақсы меңгеріп, мемлекеттік тілде сөйлеу, тілге құрмет, ұлтқа құрметтің белгісі. Бірнеше тілді білетін, жаза алатын қазақстандықтардың бәсекеге қабілетті болып, болашақтары жарқын болады. Сондықтан да елбасымыз Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген болатұғын. Мемлекеттік тілді құрметтеп, қазақша сөйлейік балалар. Тіл үйренуде сәттіліктеріңіз серік болсын.